Мен Аллахқа тек жүрегіммен сенемін деп жар салатындар бар. Жүрегім таза, жақсы адам болсаң болды. Осы амалдың бәрін жасап қайтесің дейтіндер бар. Осындай адамдарға айтқым келеді бар ғой. Онда жұмысқа жүрегіңмен бар. Жүрегіңмен тамақ іш. Спортпен айналыссаң да жүрегіңмен ғана айналыссаң болады. Айта берсең көп. Біреу тек жүректегі ниетімен жұмыс істеп, жалақысын алуы мүмкін. Басқа біреу шын жүрегімен тамаққа тойып жүрген шығар. Тағы біреу шын жүрек ынтасымен керемет дене бітімін жасап алған шығар. Енді бәрі белгілі ғой. Енді сол адамдарға айтарым. Менің жүрегім таза ғой. Мен бастысы жүрегіммен сенемін деп нәтижеге адам жете ала ма? Осы өмірде хотя бы бір адам бар ма? Бір адам жай ғана диванда жатып алып, бір жетістікке жеткен. Жай жатып. Сонда адамдар Аллахтың әмірін орындамай, еш әрекет жасамай, мәңгілік мекенге, жәннатқа кіріп кетеміз деп ойлай ма? Жәннат сіз ойлағандай арзан емес ағайын. Ол қымбат. Ойланайық.